Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы бөлшектер, аралас сандар. Сабақтың мақсаты дұрыс және бұрыс бөлшектерді, аралас сандарды ажыратуды үйренесің. Кәнекей балалар, оқулығымыздағы бірінші тапсырмаға қарайық. Ақауы бар шүмектен күніне шамамен 10 литр, яғни 1 шелек су ағып кетеді. Бір аптада қанша су босқа ағып кетеді? Бір айда ше? Бұл табиғатқа қандай зиян келтіреді? Егер 1 метр куб суық су 70 теңге тұратын болса, онда шүмектегі ақаудың отбасылық бюджетке қалай әсер ететінін есепте. Өз жауабымызды тексеріп көрейік. Бір аптада қанша су пайдасыз ағып кетеді? Бір аптада 7 күн бар, ендеше 70 литр су, яғни 7 шелек су ағып кетеді. Бір айда ше? Бір айда 29 күн, 31 күннің аралығында. Бұл табиғатқа қандай зиян келтіреді? Әрине, орасан зор зиян келтіреді. 1 куб метр суға қанша ақша төленеді? Яғни 1 куб метр суда 1000 куб су бар. Ендеше 70 теңге артық төлейді екен. Екінші тапсырмаға қарайық. А тапсырмасы. Бөліктердің жалпы санын бөлшектердің қосындысы түрінде жаз. Бірінші қанша екенін жазып алайық. Бірінші суретте 6-дан 5 бөлігі, екіншісінде 6-дан 6 бөлігі. Енді 6-дан 5 қосу 6-дан 6 бөлігін бір-біріне қосып аламыз. Қанша болады? 6-дан 11. 6-дан 6 дегеніміз ол 1-ге тең. Яғни сонда 1 қосамыз 6-дан 5 тең болады 1,6-дан 5. Осы түрінде оқушылар жазуға бола ма? Дұрыс айтасыңдар, әрине болады. Келесі номері 2-ші тапсырманың әсіне қараймыз. Сызбада 3-тің неше үлесі белгіленген? Сызбаға қарасаңыздар, 3-тен 5 бөлігі берілген екен. Енді оны не істейміз? Кәнекей қарайық. Яғни оны басқа түрмен жазып көрейік. 3-тен 5 тең 3-тен 3 қосу 3-тен 2. Сонда 3-тен 3 дегеніміз ол бізде 1 бүтінге 3-тен 2-ні қосамыз. Осылай да жазуға болады. Я, балалар? Келесі есіңде сақта. Ережеге қарайық. Натурал сан мен дұрыс бөлшектің қосындысы түрінде жазылған сан аралас сан деп аталады. Мысалы, 2 қосу 3-тен 1 тең 2 бүтін 3-тен 1. Аралас санды бүтін сан мен бөлшектің қосындысы түрінде жазуға болады. Келесі номері 3-ші тапсырма. Суреттерді пайдаланып, аралас сандар жаз. 1 бүтін алма тұр, яғни 1 және жартысы 2-ден 1. Бөлігі сонда 1 бүтін 2-ден 1. Келесі 4 бүтін алма тұр және жартысы 4 бүтін 2-ден 1, 4 бүтін 2-ден 1. Және келесі 2 бүтін алма және 4-тен 3 бөлігі тұр екен. Сонда 2 бүтін 4-тен 3 бөлігі болады екен. Келесі 3-ші тапсырманың әсі. Аралас сандарды бүтін сан мен бөлшектің қосындысы түрінде жаз.
5,9 тең болады 5 қосу 9-6. Келесі 7,42 тең болады 7 қосу 42-13. Келесі 4,11 тең 4 қосу 11-5. Келесі соңғысы 87,9 тең 87 қосу 9-7. Есіңде сақта. Қосу және азайту кезінде бүтін бөлікті бүтін бөлікке қосады, азайтады. Бөлшекті бөлшекке қосады, азайтады. Келесі номері 4-ші тапсырма. Есепте. Мұнда бізге бөлшектер берілген, аралас сандар берілген. Енді соның біз сандар мен мәнін табуымыз керек. Біріншісіне қарайық. 5 қосу 2,8-ден 3 бүтін сандарды бір-біріне қосып аламыз. 7,8-ден 3-ке тең болады. 12,15-ден 8-ден 12-ні азайтамыз. Бүтін саннан бүтін санды азайтамыз. 0-ге тең болады. Сонда 15-ден 8. 10,3-ден 4 азайту 7 тең болады. 3,3-ден 4. Келесі 4,9-дан 1 қосу 3,9-дан 4 тең болады 7,9-дан 5. Келесі 4,6-дан 1 қосу 10 тең болады 14,6-дан 1. Келесі 7,7-ден 5 азайту 4,7-ден 3 тең болады 3,7-ден 2. Келесі 5-ші тапсырма. Сан сәулесін сыз. Бірлік кесінді ретінде дәптердің 6 төркөзін ал. Сан сәулесінде 6-дан 2, 6-дан 4, 1,6-дан 1, 1,6-дан 3 сандарын белгіле. Яғни, бірлік кесіндіге 1 сантиметрге дәптердің 1 торкөзін алып, 6 торкөз алып отырмыз. Енді сан сәулесінде 6-дан 2, 6-дан 4, 1,6-дан 1 және 1,6-дан 3 сандарын белгілейміз. Енді қарайық. 6-дан 2 бөлігін, 6-дан 4 бөлігін 1 бүтін өзі көрініп тұр. 6-дан 2 бөлігін көрсетеміз. Және 6-дан 3 бөлігін көрсетеміз. Білім алушылар, сендер дұрыс және бұрыс бөлшектерді, аралас сандарды ажыратуды үйрендіңдер. Ары қарай оқулықтағы тапсырмаларды орындай отырып, білімдеріңді шыңдаңдар. Бүгінгі сабаққа кері байланыс. Жасыл алма. Сабақ маған ұнады. Сабақта берілген есептерді толығымен түсіндім. Сары алма. Бүгінгі сабақты жартылай меңгердім. Қайта қараймын. Қызыл алма. Бүгінгі сабақты түсінбедім. Көмекті қажет етемін. Білім алушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.